Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай дәмді, әдемі болып көтеріліп пісетін бауырсақ дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысқа жылы су мен сүтті құйып, және де қажетті ингредиенттердің барлығын салып, жақсылап тұз бен қанты ерігенше араластырамыз. Оның үстіне ұнын қосып, жұп-жұмсақ қамыр ашытатын боламыз. Ашыған қамырды осылай видеодағыдай етіп бөліп, жайып аламыз. Осылай стаканмен бөліктерге бөлдім, дөңгелектер шығарып, және де 20 минутқа көтерілгенше қалдырып, осылай орташа қызып тұрған отта екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Қағаз майлыққа қойып, майын сүзіп аламыз. Бауырсақты әдемі болып көрсету үшін осындай сәукеле нанның ішіне салып қойсақ, қонақ күткенде әдемі болып көрінеді. Және де бұл сәукеле нанның рецепті менің каналымда бар. Оңай жасалынады, жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий қалдарыңыздар. Баршаңызға ас болсын.